Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін менің каналымда сізбен бірге осындай жұмсақ және жақсы көтеріліп пісетін құймақ дайындайтын боламыз. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Ол үшін бізге ең алдымен айран, жұмыртқа, қант, ұн және ас содасы қажет. Достар, айран мен жұмыртқа комнатный температурада жылы болу керек. Сонда құймағымыз жақсы көтеріліп піседі. Ең алдымен жұмыртқа мен қантты жақсылап араластырып аламыз. Қантты мөлшерімен де 5 қасық, ондан аз қоссаңыздар да болады. Қант пен жұмыртқаны жақсылап араластырып аламыз. Енді осыған айранымызды қосамыз. Айранды қостық. Енді барлығын жақсылап араластырып, сосын артынан ұн қосамыз. Достар, ұнның мөлшерімен де 250 грамм. Бірақ аздан қосып отырыңыздар, өйткені ұнның сапасы әртүрлі болуы мүмкін. Біреуге аз кетуі мүмкін, біреуге көп кетуі мүмкін. Сондықтан да аздан қосып байқап отырасыздар. Біздің қамырымыз қатты сұйық емес, қатты қою емес, сондай болып шығу керек. Міне қамырды араластырып болдық. Қамырымыздың қоюлығы осындай міне қою қаймақ сияқты болу керек. Сонда құймағымыз жақсы көтеріліп піседі. Енді осыған ас содамызды қосып, жақсылап араластырып, қамырымызды 15-20 минутқа қоя тұрыңыздар. Өйткені сода қосқаннан кейін реакция жүру керек. Сол кезде қамырымыз кішкене қоюланып, дайын болып қалған кезде барып пісіреміз құймақтарымызды. Оған дейін табамызды қыздырып қоямыз. Құймақтарды қызып тұрған табаға пісірген жөн, өйткені әйтпесе қызбай тұрған табада, жылы таба болса да құймақтарымыз май соруы мүмкін. Сондықтан да табаны қыздырып аламыз. Содан кейін барып құймақтарды құя бастаймыз. Табамыз біздің қызып дайын тұр. Сұйық майымызды құямыз кішкене. Сұйық майды тым көп құймаңыздар, май сорламасын. Міне осылай құймақтарымызды бір ас қасықтап құйып шығамыз. Кішкене қалыңдауға құйсаңыздар да болады, ортасы толығымен піседі. Құймағымыз өте жұмсақ болып және жақсы көтеріліп піседі. Достар, бұл рецепт сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Сіздер де дайындап көріңіздер, барлықтарыңыздың қолыңыздан келеді. Өйткені бұның рецепті өте оңай және бірден шығады. Міне осылай әр қасықтап құйып аламыз. Ас қасықтап. Және асты қызарғанша пісіреміз. Асты қызара бастағанда бетінде кішкентай нүктелер пайда болады. Сол кезде құймақты аудара беруге болады. Достар, егер де сіздерге менің рецептілерім ұнап жатса, менің видеоларыма лайк басып, комментария жазып, және менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Міне құймақтарымыздың екінші жағын аударамыз. Құймақтарымыз жақсы көтеріліп пісіп жатыр. Және де айта кететінім, оттарыңызды орташа отқа қойыңыздар. Өйткені асты тез қызарып кетсе, беті піспей қалуы мүмкін. Осылай толығымен қызарғанша пісіреміз. Екінші жағы тез қызарады. Майды да көп құймаңыздар. Құймақтарымыз майлы болмау үшін. Міне пісті. Енді құймақтарымызды аламыз. Міне достар, құймақтарымыз өте әдемі болып, көтеріліп, іші де толығымен пісті. Жұмсақ болып шықты, міне қараңыздар. Ортасының өзі жұмсақ болып шықты. Достар, сіздер дайындап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға үлкен рахмет.